Мосмедиа тілшісі отандық той бизнестің танымал өкілдері мен белгілі блогерлерге хабарласып, тұсаукесер қызметтерінің құны қанша екенін сұрап көрді. Соңғы бірнеше жылда баланың тұсауын танымал әншіге, оқырманы көп блогерлерге кестіру қалыпты жағдайға айналды. Баласының өнерлі, аузы дуалы болғанын қалайтын кей кісілер оларды сахнаға алып барып, әншілердің, спортшылардың ауыздарына түкіруінде сұрап жатқанын көріп жүрміз. Жалпы бұл дәстүр той бизнестің бір бөлігіне айналды. Бір кездері әнші Қарақат бір мезетте жүздеген баланың тұсауын қатар кесіп, әрқайсынан 70-100 мың теңге аралығында гонорар алғанын оқыдық. Сол бүлдіршіндерді кейін Қарақат тұсауын кескен құлыншақтар деп шығарып та жүрді. Бүгінде тұсаукесердің құны 300 мыңнан 3 миллион теңгеге дейін барады. Қазақстандық той бизнестің жұлдызды жұбы Жазира мен Жанболаттың тұсаукесу құны 2 миллион теңге. Ішіне жол құны мен қонақ үй бағасы кіреді. Тұсаукесер тойында Жазира ханым тәй-тәй әнімен баланы алып кіреді. Одан бөлек Жанболат екеуі 4-5 ән орындайды. Қарақат пен Қыдырәлінің тұсаукесер гонорарлары да өскен. Қазіргі баға $6,000. Директорының сөзінше, Қарақат ханым басқа қалаларға өзі жеке жүрмейді. Қасында Қыдырәлі Болманов болады. Жұп тұсаукесер тойға баланы алып шығу рәсімін жасап, 4-5 ән орындап шығады. Музарт тобының әншісі Сәкен Майғазиевке де көпшілік тұсаукестіріп жатады. Әншінің көмекшісіне хабарласып едік, тұсаукесер үшін жалпы ақша алудың ұят саналатынын айтты. Қазақ тұсаукесерге ақша сұрамаған, тұсаукесердің бағасы осынша деп айта алмаймыз. Алматы қаласында болсаңыз, ол кісінің уақытына ыңғайласаңыз, тегін келеді. Ал өзге қалаларда болса, жол шығындары бар, кемі 2 күн уақыт кетеді. Тойға барған соң ән айтылады. Сәкен мырзаның тұсау кескенін қалаймыз десеңіздер, 4-5 әнімізді айтып, балаңыздың тұсауын кескеніне 1 миллион 300 мың теңгеге жеңілдік жасап берейік. Жалпы тойларға Сәкен аға 2 миллион теңге гонорар алады. Негізінен босқа шығындалмағаныңыз абзалырақ. Тұсау кесетін әулеттеріңізде үлкен кісілер бар шығар, деді Сәкен Майғазиевтің көмекшісі. Нұрлан Еспановтың гонорары $4,000 құрайды. Одан бөлек жол шығындары мен қонақ үйді көтересіз. Басқа қалаларға бару бағасы да $4,000. Жол билеті, қонақ үй құнын бөлек төлейсіз. Тойда кемі 3-4 ән орындайды. Мәдина Садуақасованың гонорары 1 миллион 500 мың теңге. Гонорардан бөлек 2 адамға әрі-бері ұшу билетін төлейсіз. Мадина ханымға бизнес класс, директорына эконом класс. 2 адамға 5 жұлдызды қонақ үйден орын. Әуежайдан күтіп алып, шығарып саласыздар. Жалпы 6-7 ән айтылады. 3 миллионға жуық оқырманы бар блогер Елшін Жанеркенің директорына да хабарласып көрдік. Жанеркен Астанадан басқа қалаларға шақырсаңыз, ұшақ билеті, қонақ үй өзіңізден, гонорар 500 мың теңге. Астана қаласынан болсаңыз, 300 мың теңгеге келіседі. 2015 жылдан бері 2,5 мың баланың тұсауын кестім деп жазған мәжіліс депутаты Дәулет Мұқаев тұсаукесер рәсіміне ешқандай қаржы талап етпейді. Көп жағдайда тұсау кестірген кісілер өздері кәдесиларын жасап, шапандарын жауып жатады екен. Тұсаукесер рәсімін тегін жасайтындардың бірі Динара Сәтжан. Динара ханым ақылы түрде тұсау кеспейді. Балаңыздың тұсауын кестіргіңіз келсе, Астана қаласындағы дүкенімізге алдын ала хабарласып, Динара ханым болатын күні келсеңіздер болады, деді журналистің көмекшісі. Алтынай Жорабаева 1 миллион 500 мың теңге. Бұл бағаға тұсау кесу рәсімі той барысында 2 блок ән айту кіреді. Яғни тойдың басында 2-3 ән, екінші дастарханда 5 ән айтылады. Айта кететіні, әншілердің көпшілігі тұсаукесер рәсімін ғана жасамайды. Тойда кемі 4-5 әндерін шырқап өнер көрсетеді. Баланың тұсауын блогерлер мен әншілерге кестіру қаншалықты орынды деген сұрақты этнограф ғалым Тәттігүл Қартаеваға қойып көрдік. Маманның сөзінше, қазақта тұсау кескен адам қызметіне ақы сұрамаған. Бүгінгі таңдағы тұсау кесу дәстүрі трансформацияға түскен.
Тұсаукесер қазіргі кезде өзгеріске ұшыраған дәстүрдің бірі. Тұсаукесуді арнайы ақыға айналдырған дұрыс емес. Қазақта баланың тұсауын аяғы қай кезде шықса, сол кезде кесе берген. 7 айында шықса 7 айында, 8 айында шықса 8 айында. Ала жіпті дайындаған оны әулеттің үлкені немесе ауылға белді, беделді адам кейде үйіне келген қонақтың біріне кестірген. Онда да келген құдай қонақ сыйлы, беделді болса ғана кестіріп жүрген. Және тұсау кескен адам онысына арнайы баға айтып, кәде сұрамаған. Тұсау кестірген адам өзі кәдесін беріп, шапанын жауып жатқан. Қазіргі кезде баланың алдына жол салып, ойыншық, кітап, көліктің кілті сияқты түрлі кедергілер қояды. Қазақтар баланың алдына ешқандай кедергі қоймаған. Керісінше тұсауды кестіріп жіберіп, баланы босағаға қарай жүгіртіп жіберген. Яғни ол баланың жолы ашық, кедергісіз болсын деген. Жаздың күні жайлауда кетсе, көк шөпке жүгіртіп жіберген. Баланың алдына кедергілер қойса, баланың көзін ала жіптен тайдырған. Баланың тұсауын кескен кезде көзі ала жіпке түсу керек. Ала жіпке түсу арқылы біреудің ала жібін аттама деген тәртіп, ұстаным қалыптасады. Ал біз қазіргі кезде баланың көзін ала жіптен тайдырып, әртүрлі өзіміз қойған кедергілерге түсіріп жүрміз. Ол дұрыс емес дейді этнограф. Ғалым жазба деректерде майлы шек, көк шөппен кесу дәстүрде болмағанын атап өтті. Жазба деректерде баланың тұсауы ала жіппен кесілгенін айтады. Көк шөппен кесті, тоқ шекпен кесті деген ауызша жеткен деректер. Әнші блогерлердің көбісі әлі оң солын танымаған, үбірлі-шүбірлі, немерелі болмаған. Ондай адамдар баланың тұсауын кеспеген. Қазақтар ырымдап көп жасаған, елге беделді, айтар сөзі бар адамға кестірген. Қазіргі тұсаукесер дәстүрлі емес, өзгеріске түскен. Тұсауды кім кесетінін бұрынғы кезде әулеттің үлкен ата-әжелері шешкен. Солар сен баланың тұсауын кесіп бер деп қалау салған. Ол отбасылық мереке. Тұсаукесерге той жасамаған. Ырымдап отбасында кесіп жіберіп батасын берген. Тұсау кескенде айтылатын өзінің өлеңі бар. Ол да отбасылық фольклор деді Тәттігүл Қаратаева.